Қосылайық жобасының бұрынғы қатысушысы Диана Бауыржанқызына соңғы кезде оқырмандары негативті комментарийлер жаза бастаған. Диананың күйеуі хам оны өзбек ұлты деп, басқа ұлтқа тұрмысқа шықтың деп, кеше ғана туылған сәбиге де тіл тигізе бастады. Және де оған Диананың жауабы былай болды: үйге келіп жақсарып қалып едім, сондай бір ер азамат дегенге келмейтін қатын сымақтармен нервім ауырып отыр. Алысқыларың келсе бізбен-ақ алысыңдаршы. Өмірге енді келген сәби сендерге не істеп қойды? Соншалықты малдан төменсіңдер ме, оңбағандар, деп жазды Диана. Сен өзбекке тиіп, өзбектің ұрпағын көбейтудесің деген секілді комментариялар жаза бастады. Қазақ болсын, өзбек болсын, қырғыз болсын, главное мұсылманбыз ғой, не керек сендерге, туған мен ғой. Егер ұлтынан ұялсам, давно тұрмысқа шықпас едім, дейді ол. Махаббатпен туылған бала менің балама сөз тигізбей-ақ қойыңдаршы. Менің балам да өз ұлтынан намыстанбайды, қорықпаңдар. Ертең бір жерді тесіп шығады, ақылды жігіт болып өседі, көресіңдер, дейді. Жастары пайғамбар жасқа жетіп, енді туылған сәбимен арпалысып жатқандарыңа жол болсын. Жүрегім ауырмайды емес, ауырады. Именно осындай наданның жазғандарына, дейді Диана. Айта кетейік, желіде жазған оқырмандары мұншалықты кеше ғана босанған жас келіншекке ауыр сөздер айтқаны енді түсініксіз жағдай. Адамдардың пейілі ме, әлде көре алмаушылық па? Қазір Диана жаңадан сәби дүниеге әкелгендіктен оның бала емізетін сүті болу керек. Ол ешқашанда, ешқандай жағдайда да стресске, депрессияға түсуге болмайды. Соны ескере отырып, оқырмандардың жазғаны мүлдем дұрыс болмады. Достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ал біз Диана мен оның бөпесіне мықты денсаулық тілейміз.